Зерделі сөздің зергері Абай Құнанбаев, қазақ халқының ұлы ақыны, қазақтың қазіргі жазба әдеби тілінің іргетасын қалаушы, ұлы ойшыл. Ақын творчествосының елеулі саласы, қара сөздері мен нақылдары. Қара сөздері тіршілік түйткілдерін дәл болжай білген, пәлсапалық тұрғыда тереңнен толғаған шынайы туындысы. Ұлы ойшыл қара сөздерін қалың қазақ жұртына арнады. Соларды дұрыс жолға салсам, соларды түзесем деген мақсатпен жазды. Ол 32-ші қара сөзінде ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық мінезде азғырмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл, ар үшін болсын дегенде, көрсе қызарлықтан, жеңілтектіліктен, айналасындағы алдаушы әзәзілдердің өтірік сөздеріне алданып қалмауға шақырады. Болашақ ұрпақты көркем мінезді, кең пейілді, ғылым білімді меңгерген, отан сүйгіш азамат болуға үндейді. Ұлы Абайдың 38-ші қара сөзіндегі білімсіздік хайуандық болады, еріншектік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны, талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады деген. Философиялық тұжырымдарында бүкіл адамзат ұрпақтарының өмір сұлулығына кедергі жасайтын, аса қауіпті қасиеттерді даралап көрсетуі, олардан ұрпақтарды сақтандыруы, оның нағыз әлем өркениет кеңістігіндегі ақыл-ой алыбы тұғырындағы тұлғасын айқындай түседі. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі басталған алғашқы жылдардан бастап, қазіргі уақытқа дейін Хакім Абайдың және оның дәстүріндегі ағартушылық ойшылдық дүниетаным иелерінің ұлағаты әлем өркениетіне кеңінен таныстырылып келеді. Абайдың ұлағат жолы ұрпақтардың мәңгілік ұстанымы. Абай қазақ ұлтының ата-бабалар дәстүрінің сақталуын, халықтың өзінің болмысының сақталуын ойлаған абыз қайраткер тұлға. 39-шы қара сөзінде халқымыздың ғасырлар бойындағы асыл мінез дағдылары сақталмауының салдарынан болатын ұлттық рухани азып тозатын апатты жағдайын сыншыл оймен ашына күйзеле атап көрсеткен. Қазіргі тәуелсіз қазақ ел адамдар үшін Хакім Абай сынында аталған екі мінез дәстүрін қайтадан қалпына келтіру парызымыз. Ұлы ойшылдың 43-ші қара сөзіндегі тән мен жан қуатының биологиялық, психологиялық болмысынан адамдардың материалдық және рухани мәдениет салаларында ұрпақтар игілігі үшін кемел бітімді, ақыл ой болмысы толық адамдардың мәңгілік өмір сүруін ойлаған даналық тұжырымдары дараланады. Ұлы ойшыл өзінің қара сөздерінде адамдық ар-ұжданға кір келтіретін кемшіліктерден арылып, ең алдымен руханиет өркениетке ұмтылуға, білім арттыру жолына түсуге және өз халқының ғана емес, басқа халықтардың да өнері мен кәсібін үйренуге шақыра отырып, мұның бәрі тәуелсіздікке жетудің бірден бір дұрыс жол екенін атап көрсетті. Абайдың пайымдауынша осылай ғана әлемнің ұлы халықтарының деңгейіне көтерілуге болады. Уақыт кемеңгер ойының дұрыстығын дәлелдеді. Бүгінгі таңда Абай шығармалары әрқилы халықтар мен мәдениеттерді жақындастырып, барлық көз ашық адамзаттың рухани игілігіне айналып отыр.